Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, сіздермен мен Самат Серікбай, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен дәл қазір Германия елі Берлин қаласындамын. Біз қазір Берлин қаласындағы Бақберген деген кейіпкеріміз үйіне келдік. Қазір үйіне барып, шолу жасап, біраз сұхбат алатын боламыз. Ол жақтағы жұмыс бойынша, өмір сүру бойынша. Көріңіздер, кеттік. Осындай бір керемет, әдемі, тап-таза ЖК. 3-ші этаж деп айтып қойдым, қателеспесем. Бүгін біз бұл үйге ауызашарға келдік, қонаққа. Бұл негізі Асхат бауырымыздың үйі. Асхат пока жұмыста. Асхат жұмыстан келем дегенге дейін, ауызашарға дейін кішігірім Бақбергеннен біраз сұхбат алатын боламыз. Қалай өмір сүріп жатыр қазақтар, қанша табыс тауып жатыр, немен келді, қалай келді деген сияқты. Кеттік. Бақберген ашпай болса, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бізде Бақберген. Кеттік. Келіңдер, кіріңдер, жайғасыңдар. Үйдің ішін кішігірім түсіріп кете сал. Бізде мынаяқта душ, туалет па? Мынаяқта көрсетіп жібере сал. Бұл жерде бізде прачечный, былайша айтқанда киім жуатын жер. Одан кейін бұл жерде бізде уборный және душ, кен, жарық. Потолок биік екен. Иә. Одан кейін балконды бір көрсетіп жібере сал бізге. Балкон бізде 3-ші этажда тұрамыз. Жақсы видқа қарайды негізі. Күн жылған кезде нәрді мангал шығарып, кешкі аз пісіруге болады, иә? Иә, болады. Проблема жоқ. Проблема жоқ. Бұл квартира бізде студия. Көріп тұрғаныңызда 3 адамға арналған. Пока бүгін жұмыс жоқ. Иә, бүгін жұмыс жоқ, демалыс. Мынаяққа отырып ал. Біз енді жігіттер келем дегенше, енді бір ашық, еркін формат бұл жақта сұхбат болмақ. Енді осы Германияға келейін деп жатқан, жұмыс істегісі келіп жүрген, осы жаққа көшкісі келіп жүрген болашақ клиенттарымызға, аудиториямызға өте пайдалы болмақ деген ойдамыз. Өзің жайлы аудиториямызға таныстырып кетсең, қай жақтың тумасысың, жасың нешеде, есімің кім? Өзім Шымкенттен боламын, жасым 20-да. Бұл жерде жұмыс істеп жатқаным уже шамамен 1 жыл болды. Бұл жерде келгелі мен Словакия елінде жұмыс істегем. Ол жақта бару оңай болғанымен оқта айлық көрсеткіші аздау. Өйткені не дегенмен ол қатты знаменитый қалаймыз, былайша айтқанда. Еліміз. Жақсы, енді Европа бойынша ең жақсы төлейтін ол Германия. Өйткені көбісі Германияға келуге ұмтылады, тырысады. Ең легко доступный деп айта алмаймын, бірақ сонда да бұл жерде айлық көрсеткіш көп елдерге қарағанда стабильно да бұл жерде айлық. Тұрақты. Секірмейді астыға үстіге. Жалпы Бақберген бұл шетелдегі жұмыс жасау опытың бір жет па әлде? Осы Европа еліне дейін, білем, Корея болсын, басқа елдерде, Турция болсын жұмыс жасап көрмегенсің, тек бірінші опытында. Қазақстаннан шықпағам. Ең бірінші осы жерге келдім. Жақсы. Оқу оқасың ба? Иә, әлі де оқып жатырмын негізі. Оқып жатырсың, әлі осы елде жұмыс жасап жатырсың да? Онлайн оқып жатырмын. Күшті, керемет. Жалпы қазір істеп жатқан жұмысың? Қазір істеп жатқан жұмысым сол алдыңғы видеодағы Кермес қой. Кермес, курьерский служба. Атып кеткен болатын. Курьерский служба біздікі. Былайша айтқанда енді дамып келе жатқан Кермес деп айта аламын. Бұл жерде бізде жұмыс 6-да 1 график. Азан сағат 9 бен 10 аралығында жұмысқа келу керек. Сол уақытта жұмыс басталып, сол посылкаларды артамыз газельге. И артып болғаннан кейін, оған примерно жарты сағат уақыт кетеді, и жарты сағат маршрут құрып бастаймыз. Сол маршрут бізге жұмысты, егер маршрутты жақсы істесек, жұмысты оңай қылып істеуге де болады. Маршрут құру дейтінді қалай бір аудиторияға түсінікті тілмен қалай түсіндіреді? Былайша айтқанда бір район береді, өзіміздің тілімізден бір район береді. Сол районның ішінде әр көшенің өзінің сандары болады, санға бөледі. Көшені санға бөлгеннен сол біздің жұмыстың телефоны болады, сканер, соға шығып тұрады. И ол жаққа уже 3-4 күн шыққаннан көзге байқалады, қай жолмен оңай барған дұрыс болады, қай жол ашық, қай жолда тупик жоқ, қай жолда кирпич жоқ деген сияқты. Сондайларды жаттап алғаннан кейін уже жұмыс оңай болып бастайды. Себебі мен ең бірінші жұмысқа кіріп істеген кезде былайша айтқанда 120 пакеттен бастадым дейін. 120 пакетті мен сағат 8:30-ға шейін істеген ең бірінші рет. И
бір аптадан кейін тура сол 120 пакетті тура сол районда мен сағат 4-5ке шейін бітіре аламын. Сол 120 пакетті маршрут дұрыс құрғаннан ертерек бітіріп уже үйге қайта беруге болады. Біздің жұмыс сағатқа байланысты емес, біздің жұмыс объемға байланысты. Егер сен көп мөлшерде пакет тарататын болсаң, соншалықты көп айлық аласың. Ал бүкіл істеп жатқан жұмыстың өзіне байланысты болады да сонда. Андай әшейін жүретін болсаң, айлығың соответственно өзіне аз келеді. Егер талпынып жұмыс істейтін болсаң, көп келеді. Ол әр адамның өз жеке басынан байланысты да сол. Ертерек бітсең ерте қайтасың, бітіре алмасаң кешке дейін таратып жүре бересің. 9-ға шейін. Ең крайний соқ 9 ғой. Жалпы жұмыс беруші сендерге форма береді, машина береді, бензин береді. И товар береді жаңағы. Бензин бізге 3 күн сайын ауыстырып тұрады. Егер ерте бітіп қалатын болса, сонда да құйып береді да. Бүкіл необходимый нәрсені береді. Оған тек керегі өзің болды. Егер штрафқа түсіп қалсаң, бір нарушение болды. Түсіп қалсаң, либо олар өздері сенің документіңді полицияға береді, и полиция сенің документіңді штраф салады. Либо олар өздерінің ақшасынан төлеп, и айлықтан саған айтады, осындай штрафқа түскенсің, сол үшін айлықтан ақы қыласың. Егер жақсы алтыда бір графикпен жұмыс жасап, күніге кемі бір орташа есеп 120-150 посылка таратса, айына евромен теңгеге шаққанда қанша табыс табуға болады? Былайша айтқанда 3000 пакет тарататын болсаң, айына примерно 2,5 евро табасың. 2,5 евро, 1,5 миллионның төңірегі болып қалады. 1,5 миллионнан оның барлығы таза пайда деген сөз емес, оның арасында жаңағы осы квартираға төлейтіндерің бар, продукттарың бар, жолдарың кететін шығындар бар. Ол айына примерно қанша шығын кетеді осының барлығына? Осының көбісі ойлайды тек сол пайданы ғана айта бересіңдер. Осы жағында айта кетсек дұрыс болады негізі. Квартира бізге егер сендер квартира бір адамдық бар, хостел болмаса осындай квартира алуға болады, қасында адамдар болатын болса, жолдас балалар болып келеді ғой. 2-3 адамдық бар. Мысалы 3 адамдық, 2 адамдықтар бар, одан кішкентай арзандары. Адам басына негізі квартираға 300 евро кетеді. 400-ге де бар, негізі бұл жақсы квартира, сол себепті қымбат, өйткені өзінің комфортын, жұмысқа баруын и жұмыстан шаршап келгеннен кейін жататын жерін осындай жақсы болса, жұмыс істеуге талпынасың ғой. Сол сияқты. Және продуктіге бізге, если тура сол ғой, квартираға қанша адам бар, сонша адам продукт тастайды и бір айға соң жеткізеді. Негізінде біз осы 3 адам осы квартирада тұрып, әр қайсымыз 200 евродан тастаймыз. Соның өзі бір айға жетеді. Завтракты үйден шығып кетесіңдер, ужин үйде, тек обедте өздерің сырттан сатып алып жейсіңдер де. Егер 1,5 миллион табатын болсаңдар, 500 мыңға бір шығынға нақты келеді. Таза пайда былайша айтқанда 1,5-1,000 евро қалады негізі қол. Таза қалатын, үйге жіберетін, салып жіберетін ақшалар да. Айта кет. Бұл бізде дольки мен куриный маринад қой бүгінге. Жақсы, күшті, керемет. Бүгін бүйтсе осы үйде ауызашарымыздың 2-ші күні. Үйде осылай кезектесіп тамақ жалпы жаңа стройка туралы айтып қалдым. Сол стройка мен курьер доставканың екеуінің айырмашылығын айта кетсең, табыс жағынан, жұмыс қиыншылығы жағынан. Негізі қазір ең сезон басталып жатыр любой жұмысқа. Доставка болсын, доставка жылы кезде доставка тасу өте оңай негізі. Жеңіл келіп жүресің, кроссовкамен, кепкамен, таза жерде, машинада. Таза жерде. Стройкада тура солай сезон басталады, ол уақытта да адамдар керек болады. Стройка ол өлмейтін нәрсе ғой негізі. Германияда тем более қазір. Стройка былайша айтқанда білуім бойынша стройкамен мен істеп жатқан жұмыстың ақшасы плюс-минус бірдей. Бірақ стройканың өзінің ауырлығы бар, мен істейтін жұмыстың өзінің түсінуі бар. Любой жақ, екі жақтың да түсінуі бар да. Минусыдар да бар. Минусы да, плюсы да бар. Стройкада мысалы қандай жұмыс істеуін білмейсің да. Әр кезде әртүрлі істетуі мүмкін. Бір кезде оңай, бір кезде қиын. Оқта бел ауыру мүмкін, аяқ ауыру мүмкін. Бізде де жұмыс тек аяқпен жүреміз, азаннан кешке шейін жүреміз ғой біз, еш отырмаймыз былай. Оқта сәл оңайырақ, өйткені таза жүресің, машинамен, өзің жеке машинаң, өз
қалай айтсам, машинаны үйге айдап кету нәрсесі жоқ, сол жақта қалу керек, сол жақ қалай жоқ, болады? машинаны алып кетуге болады. Болады, Иә. Біз осы 3 баламыз, үшеуміздің біреуі газеліне отырамыз үшеуміз, өйткені 3 адамдық ол. И сонымен қайтып келеміз. Оған әр күніне рабочий күнге 5 евродан алып отырады. Егер айдап кететін болсаң, айдап кетпейтін болсаң алынбайды. Ол 5 евро компенсация, типа бензинға. Бірақ айдап кетуге болады деп сол тиімді сияқты ғой. Сол ақша негізі жолыңа да кетеді. 3 адамдық егер таксимен, метромен есептейтін болсаң, даже одан да шығады. 15 евро шығады. Мүмкін да. Жұмыс орындарың жақын ба осы тұратын квартираларыңа? Осы квартирадан жұмысымыз бір 25 минуттық қой. Машинамен, өйткені ол жұмыс орнымыз біздің бүкіл Берлиннің аумағында өзінің райондары болады, и соның ортасында деп айтсақ болады да, мысалы. Өйткені адамдар посылканы алып жан-жаққа кетеді. Сол ыңғайлатып сол жаққа істеп қойған. Енді Германияда қазақтар өте көп деп естіп жатамыз. Жаңа бір Берлиннің өзінде бір жоғымен қанша қазақ бар? Примерно статистика бойынша ол жағынан. Ол жағын білмеппін, бірақ көшеде көп көрем қазақтарды. Көп жиі кездестіресің да. Жұмыста да посылканы апаратын кезде қазақтарды көріп қаламын. Көршілер қазақ болып шығуы мүмкін. Осы жақын арада уже көбінесе бір 10 шақты ма қазақ көріп қалдым осы. Түсінікті. Жалпы енді осы Еуропада жүргеніңе бір жылдай уақыт болды дедің. Немісше тілін қазір қалай үйреніп жатсың ба, әлде? Жоқ, немісше базовый сөздерді ғана білемін қазірше. Қалайсың, осындай компаниядан келіп тұрмын, посылкаңды ала қой. Немесе ол болмаса көршісіне тастау керек посылканы. Сол көршісімен сөйлесесің, осындай мынау кісі жоқ екен, осы көршіңіздің пакетін аласыз ба? Сондай сөздер, базовый сөздерді ғана жаттап алдық енді жұмысқа байланысты. Мысалға сендер жаңа айлық табыс 2,5 евро шығу үшін әрбір жеткізілген доставкаға центпен ба, евромен қалай есептейді? Қазіргі уақытта бізде бір объем бонус сияқты бере ма? 100 мың штук орындасаң мынанша береміз деген сияқты. Бізде, к сожалению, бонус жоқ, бірақ әр пакетке 75 центтен береді, әр штук пакетке. Ол мынандай кішкентай пакет болуы мүмкін, немесе мынандай да болуы мүмкін. Ол несіне, объемға байланысты емес. Бірақ 75 евро деген ол біздің осы Германияда істеп жатқан көптеген компания бар, доставка, DHL деген бар. Басқа да тағы Amazon деген сияқты сондайлар бар, оларда уже арзанырақ. DHL-да 45 центтен береді әр пакетке. Бірақ орда келмесе ғана жақсы төлейді. Келмесе ғана высший деп айтуға болады. Ал Amazon-да оқта тура сондай, бірақ естуім бойынша 50 немесе 60 береді. Ең жоғары төлейтін. 75 бізде болып тұр. Бізде қазір набор жүріп жатыр, негізі жақсы момент қой. Қазір өткен сезон ашылып жатыр, күн жылып жатыр. Сезон ашылған кезде бізде қыстағыдай емес, қыстан көбірек 200-ге дейін баруы мүмкін пакет. Ол уже выполнимо, потому что күн бату уақыты уже созылады. Өйткені Европа бойынша 1 сағат артқа жүреді ғой. Көктем келген кезде сол сияқты ғой. Қазіргі таңда мысалға Херместің өзінің офисі бар, склады бар. Бір линияға шыққан кезде, доставка шыққанда қанша курьер жұмыс жасайды мысалға бір моментте, бір сәтте? Бізде Хермес компаниясының аптасына 3-ақ күн сложный болады. 3 күн либо 2 күн. Ол фура келетін күні, поставка келетін күні. Ал обычный күндері средний заказ аласың. 150, 140, 130, кейде 120-ға дейін барады. Ал фура келген кезде ең көп алатын ол 180. Ең көп өміріңде 180 доставка жеткізіп көргенсің. Немесе 190 болады кейде. Осы жұмысты жасай отыра ең көп жеткізген доставкамен ең кемі қанша доставка жеткізген бір статистика бар ма сонда? Негізі бар ғой. Негізі ең көп бізде 190 деп айтсақ болады. Одан асырмайды? Одан асырмайды. 190 дегенге былай шошудың қажеті жоқ, негізі 190 ол 190 жерге тастамайсың да оны. Оның әр пакеттің бір үйге мысалы 4-еу болуы мүмкін. Бірақ 4 түрлі адамға деген сияқты. Ол бір тура осы домға кіріп, бір дом или бір мынандай квартал болады, мысалы, мына дом тұр, мына дом тұр. 4 дом болса, 4 домда 16 тастау мүмкін. Сондай сияқты да. Өйтіп 190 жерге бармайсың. Әр пакеттің өзінің стопы болады. Ол стопта, стоп деген тоқтау, ол стопта 16 тастайсың, 8 тастайсың, или 12, или біреу деген сияқты. Сондай болады. Ал ең азы бізде доставкада үйренем дегенше негізі жұмысқа түсінуін, етуін болғанша басында 110, 100,
90 беруі мүмкін, 80 үйреніп алғанға дейін, иә. Ол примерно бір апта. Уже кірісіп 100 дегендерді бір кешкі 4-ке дейін, 5-ке дейін бітіріп тастап жатсаң, уже жаймен көтеріп баса береді. 120, 130, 140 и жаймен кете береді да солай. Анда келе салып бүйтіп бақ етіп бере салмайды бұл жерде. Өйткені адам көру керек, істеу керек, жасау керек. Жақсы, күшті, керемет. Енді осы Германия еліне келіп, Amazon келмес, именно сен айтқан доставка, курьер жұмысын істегісі келетін оқырмандарымызға бұл ақпараттар пайдалы болады деген үміттеміз. Істеп жатқан жұмысыңа, кәсібіңе Алла береке берсін. Алдағы уақыттарда тек тілейтініміз сәттілік. Енді бір қысқаша түсірген YouTube каналымыз, YouTubeға жүктейтін боламыз. Енді келейін деп жатқан көрермендерге, клиенттерге өте пайдалы болады деген ойдамыз. Все, сәттілік, рахмет, Алла разы болсын.